Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен қабат-қабат қаттама нанның өте дәмді болып шығатын рецептісімен бөлісетін боламын. Әрі өте оңай жасалады. Рецептіні міндетті түрде соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп отыруды ұмытпаңыздар. Біз қаттама нанның екі түрін пісіретін боламыз. Біреуін майда қуырамыз, ал екіншісін пеште пісіретін боламыз. Бізге керек өнімдер ұн, тұз, қопсытқыш, сары май және жылы су керек болады. Барлығын алдын ала дайындап алдым. Ең алдымен бір таза ыдысымызға суымызды құямыз, оның үстінен тұзымызды саламыз және де сары майымызды қосып, осы тұзы ерігенше жақсылап барлығын бір араластырып алатын боламыз. Бізде суымыз жылы су болуы тиіс. Содан соң електен өткізілген ұнымызды салып, оның үстінен қопсытқышымызды да салып, жақсылап араластырып қамыр илейтін боламыз. Қамырды жақсылап иін қандырып илеңіздер, сол кезде қамырымыз өте әдемі жайылатын болады. Алдымен қасықпен араластырып, содан соң қолмен жақсылап иін қандырып қамыр иледім. Бізде осындай қолға жабыспайтын орташа жұмсақтықтағы қамыр шығуы тиіс. Қамырды жақсылап илеп болғаннан соң, иі қанғанша 20 минутқа бетін жауып қалдырамыз. 20 минуттан кейін тағы бір илеп жіберіп, қамырымызды теңдей етіп 4 бөлікке бөлеміз. Әрбір золаны тағы да бір илеп жіберіп, бір золадан алып қамырымызды жаятын боламыз. Қамырымызды оқтаудың көмегімен жақсылап жұқалап жаямыз. Біздің қамырымыз қаншалықты жұқа болса, қаттамамыз соншалықты өте әдемі, дәмді болып шығатын болады. Сондықтан қамырды барынша жұқа етіп жаюға тырысыңыздар. Қамырды жайып болғаннан соң бетіне ертілген сары майымызды жағып шығамыз, барлық жеріне жеткізіп жағамыз. Майымызды жағып болғаннан соң екінші қамырымызды алып, осының үстіне жайып, тағы да осы екінші қамырдың үстіне де дәл солай сары майымызды құйып, барлық шетіне тигізіп жағамыз да, қамырымызды шетінен бастап рулет тәріздес етіп орап шығамыз. Рулет тәріздес етіп орағаннан соң қамырымызды жинап, осы қамырымызды 1 сағатқа мұздатқышқа қойып қоятын боламыз. Бетін міндетті түрде целлофанмен немесе пищевой пленкамен жауыңыздар. Мінекей біршама уақыт өткеннен соң қамырымызды алып, енді осы қамырымызды теңдей етіп 3 бөлікке бөлеміз. Яғни біз бұл қамырымызды майда қуыратын боламыз. Осылай теңдей етіп бөлгеннен соң шетін жақсылап жабыстырып аламыз да, осылай орап қоямыз. Содан соң осы әрбір қамырымызды оқтаудың көмегімен жұқалап жайып аламыз. Әдемілеп жайылған қаттамаларымызды алдын ала қызып тұрған майымызға екі бетінен салып қуырып аламыз. Енді майды көп қоссаңыздар да болады, аз қоссаңыздар да болады, қалауыңызша майды қоса берсеңіздер болады. Содан соң пеште пісетін қаттама нанымызды дайындаймыз. Бұны ешқандай да бөлмейміз, осылай бүтіндей үстінен басып, оқтаумен жайып жібереміз, кішкене жайып. Жұқа етіп жайсаңыздар да болады, қалың етіп жайсаңыздар да болады. Қамырымызды жайып алып, бетіне жұмыртқа жағып, оның үстіне күнжіт сепсеңіздер, мак сепсеңіздер болады. Алдын ала қызып тұрған 180 градус пеште қызартып пісіріп аламыз. Мінекей біздің қаттамаларымыз пісіп шықты. Бұл бізде майға қуырылған қаттама өте дәмді, қабат-қабат болып шығады. Сіздерге міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Арасы ешқандай да жабыспай, солары бөлек-бөлек қабат-қабат қаттама нан болады. Ал енді пеште піскен қаттама нанымыз өте керемет болып көтеріледі. Арасы толық піседі.
құпсытқыштың арқасына өте керемет көтеріліп қытырлақ өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Анаргүл. Менің каналыма міндетті түрде тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.